Неге мен тектілік деп көп айтып кеттім, бауырлар? Өйткені өмірдің байлығы, өмірдің түпкі мәні тектілікте. Көп адамдар ойлайды, мал дүниеде деп. Жоқ. Анау бизнес тренингте айтады. $1,000,000 таппа дейді. $1,000,000 табатын білім тап дейді. Міне әңгіме қайда жатыр. Білімді болсаң, өйткені $1,000,000 таусылады. Білімің болса, сен қайда жүрсең де табасың. Оған дәлел айтайын ба? Бір сахабаны Меккеден Мадинаға хижрат қылады. Хижрат қылғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әр сахабаны жағдайына қарай, ол кісі білушірақ, бір-біріне аға іні қылады ғой. Сонда бір бауыр айтады ғой, бауырым кел дейді, менің 2 әйелім бар, сен біреуін ал. Менің 2 үйім бар, біреуін ал. 2 бауым бар, біреуін ал. Десе айтады, бауырым дейді, Алла тағала бергеніңді өзіңе қайтарып, 1000 есе қылып қайтарып береке берсін дейді. Маған базар қайда екенін көрсетші, болды дейді. Көрдіңіз ба? Ол $1,000,000 жоқ оның, бірақ $1,000,000 табатын білімі бар да оның. 1 жылдан кейін сол жігіт келді дейді, қайттан досына дейді, әтір сасып дейді. Досым, мен үйленіп келдім деп. Міне, біздің 2 метр тепсе темір үзетін жігіттер, қазақтың жігіттері жатыр, жұмыс жоқ деп. Жұмыс жоқ дейді. Жұмыс көп іздегенге. Басым жоқ десеңші, соны іздейтін. Басым жоқ деңіз. Бауырлар, рызық несібен Алла шашып тастаған. Бір мысал айтайыншы, сосын қортармыз. Мысал енді бұл бір кісі жазады. Баяғы бір көне дәуірде дейді, бір кітапхана, көне кітапхана жанып кетті, ішінде бір кітап қап кетіпті. Бәрі жанған, біреу қалған, соның бәрін біреу сыпырып жүрсе, енді бір кітап бүтіндеу екен, соны ашып қараса, кітап емес, енді баяғыдағы кітапхана деген парақшадан тұрады ғой, андай домалақтанған. Соны бүйтіп ашып көрсе, кім пәлен жұлдыз, түген жұлдыз бір-біріне дұрыс келген болатын болса, теңіздің жағасына барсын, сол жерде бір ыстық тас жатады. Сол ыстық тасты өзіне алып, үйіне алып жүрсе, жанына алып жүрсе дейді, өмірі кедей болмайды деп жазып жібереді да. Ана кітап енді сыр, өмірдің сыры енді. Мәссаған дейді ғой. Анау адам тауып алады соң. Сөйтеді, ешкімге айтпай жасырып алады да. Күніге жұмыстан қайтып бара жатқанда теңіздің тастарын ұстап көреді екен да. Мұздай ғой енді ол көбінесе. Ұстайды, мұздай болса, суға лақтыра береді екен, суға лақтыра береді екен, суға лақтыра береді екен. Жылдар өтеді ғой. Айлар өтеді, жылдар өтеді. Енді ол анау білімі жоқ қана жұлдыздарды былай есептеуге. Бірақ сол әдет екен, судың сыртына шыққан тас болса, ұстап көреді екен да, мұздай лақтырып тастай береді екен. Сол әдетімен қолына түскен бір күні сол ыстық болған тасты да суға лақтырып жіберіпті дейді. Ондағы мысал, адам осы өмірде жоқ дей берсе ше, өзінің бақытында лақтырып жібереді дәл сондай жоқ қылып. Алла тағала адамға рызық несібесін беріп қояды. Бірақ адам оны өзі итеріп тастайды. Адалынан беріп тұрған нәрсені итеріп тастап арамынан іздейді.